Армысыздар, құрметті әріптестер, оқырмандар. Аталар сөзі салт дәстүр көзі тақырыбындағы старотейникті назарларыңызға ұсынамын. Қазақ халқы салт дәстүрге өте бай. Бұл оның мәдениеті әрі тәрбиелі ел екендігінің айғағы. Белгілі қоғам қайраткері заңгер Шайкенов ұлт дәстүрі заңнан биік деген. Демек салт дәстүрлі ел мықты, әрі тұғыры берік ел. Біздің халқымыз өз ұрпағына ғасырдан ғасырға ұлы қасиетін салт дәстүрмен өнеге, әдет ғұрыппенен, үлгіні жөн жосықпенен әдепті ырым, тыйымменен тәрбиелеп, ұлағатты ұл инабатты қыз өсірген. Ұлттық тәлім салт сана сабағы адамгершілік тәрбиенің аса сенімді, әрі ғажайып жол екендігін көрсетті. Отаншылдық, ерлік, мәрттік, жомарттық, қайырымдылық, жоғары адамгершілік қасиеттері осы жол арқылы дарыған. Ұлтының болашағы болатын ұрпағының қамын ойлаған аталарымыз бала жасынан ұл қызының бойына сыналай сіңірген ізгі қасиеттің бірі әдеп. Әдептілік белгісі иіліп сәлем бергені деген аталы сөздің астарына үңіліп, адамдықтың бастауы амандық сұраудан басталатынын айтудан еш жалыққан емес. Жасын үлкенге құрмет көрсетіп сәлем беру әдептіліктің басты белгілерінің бірі екені сол кезден-ақ ұға бастады. Бұдан түйіндейтініміз әдемі сөйлеудің өзі әдептілік. Әсілі әдеп сөзбен ғана байланысты нәрсе емес, қимыл әрекетінде, жүріс тұрысында, мінезінде, адамменен қарым-қатынасына байқалып тұрады. Ұлтымыздың болашағын ойласақ, ұл қызымыздың әдепті өсуіне баса мән беруді ұмытпайық.